адам өміріндегі ең үлкен қуаныш бала сүю. Бауыржан Момышұлы. Арайланып атқан Алматының таңын тау бөктерінде қарсы алудамыз. Керемет көрем десең тауға бар деген қағида заңдылық іспетті. Расымен де бүгінгідей кереметтің куәсі болу мен үшін күтпеген жағдай. Алматы облысы Талғар ауданы Іле-Алатау ұлттық паркының аумағындағы Қотырбұлақ шатқалында орналасқан пионер отбасылық тау курортының талайды тамсандырған табиғаты бізді күн нұрын шашқан шуағымен, ызғарлы таңның жылы лебімен қарсы алуда. Күннің шуақтанатын, бала көңілдің шаттанатын сәтінің куәгері болмақпыз. Тау курортында бүгін шаңғы тебуді жақсы меңгерген бүлдіршіндерді марапаттау рәсімі өтпек. Сол марапат алдында тағы бір табиғат аясында шаңғы тебу, табиғат анамен қауышу болуда. Әрбір жаттықтырушы өз ісінің шебері, әрбір балаға деген жан-жақты көмектерін көрсетіп, олардың шаңғыда нық тұруларына көп көмектерін тигізуде. Сырт көз қарап тамсанып, балалық шаққа саяхаттап, кешегі өлшеусіз бақытты сәттерді еске алып, шаңғы теппесек те шанамен сырғанап асыр салған қайтып келмес балғын шақтар еске оралуда. Теңіз деңгейінен 2000 метр биіктік. Көрер көзге биік болса да, бақытты балалардың шексіз қуаныштарынан биік емес. Осыншама қуанышты сәттерді сыйлауда нендей мақсат, нендей құдірет тұр десеңші. Баланың жақсы қасиеттерін дамытуға ден қойыңыз, нәтижесінде жаманшылыққа орын қалмайды. Мария Монтессори. Наша горнооздоровительная база, она круглогодичная. Это дело превратилось с нашего хобби, больше уже превратилось в семейным горным курортом, который мы развиваем уже несколько лет. В этом сегменте мы единственные. Это такой социальный большой проект, предназначен для широкого круга населения, чтобы приезжали наши гости с любыми возможностями, отдыхали, проводили досуг, свой отдых на нашем курорте. В настоящий момент проходит зимняя программа горнолыжная на нашем маленьком курорте горнолыжном, которым проводится в настоящий момент проводится социальная программа для детей с особенностями в развитии, с различными акустическими расстройствами. Данная программа разработана нами на основе личного опыта и предлагается для нашего населения, для жителей города Алматы, для семей, воспитывающих особенных детей. Для данных семей эта программа бесплатна. При поддержке акимата города Алматы мы ставим деток на лыжи с инструкторами, оборудование, доставка, питание. Полностью мы обеспечиваем. Команда, которая обеспечивает эту программу, она прошла специальную подготовку по стрессоустойчивости и готова к дальнейшей работе. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға. Абай Құнанбаев. Бала өз физикалық дайын болу керек кішкене. Келіп шаңғыға тұрғанда оңай емес. Шаңғыға тұрғанда бала физикалық өзі қиналады бала. Бірақ үйренеді, артына өзіне оңайды баланың, өзі емін-еркін сырғанап, кәсеніп түскен кезде өзіне күш-қуаты толып, бақытты болып тұрады бала. Ата-аналар баланың жұмыс істегенде енді дайын болу керек, бәріне дайын болу керек. Бала құлайды. Баланың у-шуына жетер дүниеде не бар? Одан өткен сазды әуенді табу мүмкін бе? Бауыржан Момышұлы. В первую очередь хотелось бы вас поздравить с окончанием этого мероприятия нашего. И от вашего лица давайте поаплодируем нашим инструкторам. Также бы хотелось поблагодарить вас за эту программу, благодаря таким родителям, как вы. Она существует, мы можем помогать деткам, то, что вы отмечаете нашего президента.
наш акимат социальный сидят, это очень помогает, нам выделяют места на следующий год, и мы с удовольствием также вас катать. Спасибо вашим деткам за их мужество, за их терпение. Есть такое импровизированное награждение для детей, чтобы они знали, что в конце каждого мероприятия за каждую заслугу есть какая-то медаль, есть грамота, мы поощряем, отмечаем их. За участие в программе «Адаптивное катание на горных лыжах» награждается Антон Баев, Евгений. За участие в программе награждается Абенов Мадир. За участие в программе «Адаптивное катание на горных лыжах» награждается Альберт Гурьен. За участие в программе «Адаптивное катание на горных лыжах» награждается Айдар Тарулхан. За участие в программе «Адаптивное катание на горных лыжах» награждается Арабаев Альбой, Арабаев Али. За участие в программе «Адаптивное катание на горных лыжах» награждается Дузмухамедов Алидар. Бізде көбінесе поведенческий мінез құлық жағынан өзгерістер болады. Таудан кейін өзгерістер именно осы жақтан жақсырақ болады. Себебі бала тауға шыққан сайын көп миыққа кислород барғаннан кейін, әсіресе мына гипоксия деген қазір 2-де 1 балада болып жатыр ғой. Сол гипоксияға мықты көмектеседі. Осыны ұйымдастырып отырған әрбір тренерға, инструкторға, ұйымдастырушыларына, президентіміз Тоқаев мырзаға және осы ұйымдастырушылардың бәріне алғыс айтамыз. Нәтиже өте күшті, керемет, бізге ұнады. Рахмет сіздерге. Программе адаптивного катания в Пионере. Спасибо большое Жанат Каратай, ее супругу Мурат Каратаю и всему коллективу Пионеру. Нам было очень классно. Участвуем вторую зиму. И ребенку тут хорошая реабилитация идет, гипоксия. Мой ребенок стал очень... У него появился интерес к лыжам. Мы стараемся каждые выходные приезжать в зиму. Мен ойлаймын, осы шаңғымен тебуден үлкен бір гипоксияны емдеуге үлкен күш, үлкен ем болады деп сенемін. И уже кеше баламды мысалы мен уже әкеліп жатқанда қуанып, күліп, мәз ғой жаңағы. Бүгін де аяз болса да мен ойлап едім, келіспейтін шығар деп балам 4-те. Но ол мәз болып күліп, ол прям мен ойлаймын балама өте қатты ұнады. Біз өте ризамыз. Басында лыжный дегенде мен ойлағам, ойбай, біз далада үсіп тұратын шығармыз. Балам кетеді ан жаққа, қалай болады, не болады деп. Жоқ, вообще супер. Мен өте ризамын. Пионер отбасылық тау курортында сіз отбасыңызбен әсерге толы, көңілді, есте қаларлық, әрі қайталанбас демалысты өткізе аласыз. Таза ауа, әсем табиғат, көпшіліктің қуанышы, бала шаттығы, туристік бағыттармен танысу, табиғатқа тамсанып, қоршаған ортаны тану. Жадыраған жазы мен тамсандырған қысы, өз істерінің кәсіби мамандары, қонақ жайлылық,
ерекше аурасы мен салқын саф ауасы сіздің отбасыңызға қайталанбас қызықты да шыжықты сәттерді сыйлайтын ақиқат.